Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер? Біз бүгін сіздерге Canva сайтын толық таныстырып өтетін боламыз. Арнаға тіркеліп, қолдап өтіңіздер. Яғни Canva сайты бізде әртүрлі дизайндарды жасауға арналған, жалпы жасанды интеллектке негізделген осындай сайттың бірі екен. Яғни сіздер сабақта қолдануға өте ыңғайлы программаның бірі болып саналады. Енді бұл жерде сіздер не жасай аласыздар? Енді бірінші басты бетінде мына жерде дизайн жасау батырмасын бассаңыздар, сіздерге жаңадан дизайн жасау мүмкіндігі бар. Енді бізде маңызды бөліктері бұл Instagramға сторис жасай аласыз, ары қарай сіздер документ жасай аласыз, интерактивті доска, яғни бұл жерде сіздер сабағыңызға керекті тақтаны жасай аласыздар. Ары қарай презентация бізде ең маңызды фишкалардың бірі. Ары қарай бізде әлеуметтік желілерге байланысты керекті контенттерді осы жерден жасайды екенбіз. Ары қарай біз видео монтаждай да аламыз осы жерде, және де сайт жасау бөлігі де бар. Енді мына жерде біз жасанды интеллектке негізделген, яғни бізге керекті суретті жасап берсеңіздер болады мына жерде. Ары қарай бізде мәтін жазсақ та болады, және дизайнды өзгертсек болады. Және фонды да өшіру қызметі осы жерде бар. Canva бізде тегін қолдануға мүмкіншілігі бар. Ары қарай біз создать дизайн батырмасын басатын болсақ, мына жерде біз таңдауымыз керек. Біз инфографика жасай аламыз, презентация жасай аламыз, әлеуметтік желіге видео жасай аламыз. Және мүмкіндіктері өте көп. Енді презентацияны сіздерге мына жерде шаблон ұсынады. Мысалы, презентацияны таңдайтын болсақ, бізге жаңа беттен жасап береді, және де керекті дизайнды таңдап аласыздар. Яғни бұл жерде міне шаблондар, дайын шаблондар. Ары қарай бізде макет. Макетте бізде керекті тақырыптар осы жерде орналасады. Яғни бізге пункттарды белгілеу керек болса, таныстыру керек болса, осы жерде қолданамыз. Ары қарай бізде стиль таңдай аламыз. Стиль бізде түстерін таңдау. Яғни түстерін белгілеу арқылы бізге шаблондар ұсынатын болады. Ары қарай бұл жерде элементтер, керекті элементтер, яғни суреттер, басқа да кескіндер, графикалар осы жерде орналасқан. Ары қарай текст бөлігі, бұл жерде мәтіндер, керекті тақырыптар осы жерде орналасады. Және де бренд, бұл жерде бізге яғни өзіңіз жеке қалыптастыра аласыз. Және де бұл жерге біз керекті фотоларды жүктей алады екенбіз. Және де біз осы жерге суретті сала аламыз. Яғни редактор ретінде қолдансаңыздар болады. Және проекттеріңіз осы жерде орналасады. Жалпы бұл жерге файл жасасаңыздар болады, және де өзіңіз сақтап қойсаңыз болады. Жалпы Canva-ның мүмкіндіктері өте көп. Бүгін біз осы бойынша таныстырып өттік. Арнамызға тіркеліп қолдап өтіңіздер.